Бұрын хоккейден Қазақстан ұлттық құрамасы бір жылы топ дивизионда ойнап, келесі чемпионатта тағы да бірінші дивизионда бақ сынайтын. Алайда соңғы 4 жылда бұл жағдай түбегейлі өзгерді. Ұлттық құрамамыз биыл 4-ші жыл қатарынан элиталық дивизиондағы әлем чемпионатында өнер көрсетті. Ал 2021 жылы плей-оффқа шығуға бір қадам жетпей тоқтаған. Оған қоса бұған дейін құрамада Қазақстан азаматтығын алған ойыншылар ойнады. Ал былтырдан бастап командада тек Қазақстанда туған хоккейшілер өнер көрсете бастады. Құрама жас болғанына қарамастан, өткен жылы да топ дивизиондағы орнын сақтап қалды. Биылғы әлем чемпионаты Чехияның Прага және Острава қалаларында өтті. Қазақстан құрамасы Б тобына түсіп, Остравада өнер көрсетті. Қарсыластарымыз Франция, Словакия, Латвия, Швеция, Германия, ақш пен Польша. Острава Чехия астанасы Прагамен Брнодан кейінгі елдегі 3-ші ірі қала. Шаһарда бүгінде 283 мыңнан астам халық өмір сүреді. Бұрын өндірістің нағыз орталығы болған қала бүгінде мәдени және туристік қырынан дамып келеді. Острава биыл 2-ші мәрте элиталық дивизиондағы әлем чемпионатын қабылдап отыр. Оған қоса 2020 жылы бұл қалада жастар арасында топ дивизиондағы жаһан біріншілігі өткен еді. Ал биылғы әлем чемпионатын ұлттық құрамамыз сәтті бастады. Турнирдегі алғашқы қарсыласымыз Франция командасы болып, матч есебін номиналды айдын иелері ашты. Алайда арада 1 минут өткенде команда капитаны таразы басын теңестірді. Осы кезеңде Максим Мұхамедов сан басымдығын жүзеге асырып, командамыз ойында көш бастады. Екінші 20 минуттықта Кирилл Савицкий кем құрамдағы ойын кезінде шайба соқты. Ойынның қорытынды бөлігі нәтижелі шабуылсыз өтіп, Қазақстан құрамасы әлем чемпионатындағы алғашқы жеңісіне қол жеткізді. Францияның ойынды белсенді бастайтынын білдік. Олар Еуропаға тән ойын өрнегін көрсетеді. Алайда тез жиналып, таразы басын теңестіріп, есепте алға шыға білдік. Ұлттық құрамада кез келген ойыншы шайба соғуға ұмтылу керек. Бүгін капитан ретінде бірінші шайбаны соғу бұйырды. Бұл жігіттерге де жақсы әсер сыйлады. Артынша ойын тізгінін өз қолымызға алдық. Қорғаныста қателер болған кезде Андрей Шутов тамаша ойнады. Бүгін бүкіл команда 5+ деген бағаға өнер көрсетті. Жерлестеріміз алғашқы ойындақ жеңіске қол жеткізіп, әнұранымызды шырқатты. Біріншіліктегі келесі қарсыласымыз Словакия құрамасы. Ұлттық құрамамыз былтырғы әлем чемпионатында да осы құрамамен кездесіп, булеттер сериясында жеңісті жұлып алған. Ал Чехиядағы чемпионаттағы кездесу кімнің пайдасына шешілер екен? Ойынның алғашқы кезеңінде Словакия құрамасы Андрей Шутов қорғаған қақпаға 3 шайба соғалды. Отандастарымыз екінші кезеңнің басында кейінге шегерілген айып уақыты кезінде қарсылас қақпасының кілтін тауып, Алихан Асетов гол авторы атанды. Есеп айырмасы 2 шайбаға дейін қысқарғанымен словакиялық хоккейшілер қақпамызға тағы 3 гол соқты. Үшінші кезеңде Алихан Өмірбеков қарсылас қақпасының қызыл сызығы бойында қалған шайбаны діттеген жеріне жеткізіп, әлем чемпионатындағы дебюттік голын соқты. Бұл матч қиында болды, өйткені демалыс аз болды. Кеше ғана ойын болды, бүгін қайтадан ойнап жатырмыз. Сондықтан шамалы қиындау болды. Негізі үшінші кезеңде жақсы ойын көрсеттік деп ойлаймын. Солай жалғастыру керекпіз. Қарсыластар уже бізге қарсы басқаша настрой көрсетеді, басқаша ойын көрсетеді. Сондықтан бізде олардан қалмай жақсырақ ойнауымыз керек. Турнирдегі үшінші ойынын Ғалым Мамбеталиев шәкірттері Латвия құрамасына қарсы өткізді. Өткен жылғы әлем чемпионатының қола жүлдегерлерінің ойынның алғашқы үзілісіне командалар 0-0 есебімен тарқасса, екінші кезеңде Латвия қақпамызға 2 шайба соға білді. Ал үшінші 20 минуттықта отандастарымыз бірнеше өткір шабуыл ұйымдастырған. Команда үздіктерінің бірі Никита Михайлис қақпашымен бетпе-бет шыққан еді. Алайда барлық шабуыл нәтижесіз қалды. 0-2 әлем чемпионатындағы екінші жеңіліс. Да, вы верно подметили. Артық құрамда ойнаған кезде берілген мүмкіндікті жүзеге асыру керек. Сан басымдығындағы ойынды жақсарту үшін жұмыс істейміз. Былтырғы әлем чемпионатында артық құрамдағы ойында қолданған тәсілдеріміз биыл әзірше жүзеге аспай жатыр. Жұмыс істеп, себебін табуға тырысамыз. Не знаем, в чем дело. Топтық кезеңдегі келесі қарсыласымыз Швеция. Бұған дейін кәрі құрлық елі командасымен тек 2 рет кездескенбіз. Швеция командасының биылғы құрамындағы ойыншылардың 70% ұлттық хоккей лигасының ойыншылары. Ал қазақстандық хоккейшілердің біраз бөлігі өткен жыл ғана элиталық дивизионда алғаш рет өнер көрсетті. Биыл Олег Бойко мен Николай Шульга дебют жасады. Олег турнирдегі алғашқы ойыннан бастап құрамға енсе, Николай чемпионат басталғаннан кейін ғана команда сапына шақырту алды. Ал дебюттік ойынын Швециямен кездесуде өткізді. Честно говоря, не было таких мыслей.
Шынын айтқанда ұлттық құрамаға шақырту аламын деп ойламадым. Оқу-жаттығу жиындарынан кейін де өз формамды сақтауға тырысып жүрдім. Сөйтіп күтпеген жерден шақырту алдым. Швеция құрамасы сапындағы ойыншылардың есімі бүкіл әлемге белгілі, алайда солардың ішінде Виктор Хедман қазақстандық жанкүйерлер үшін жақсы таныс. Қорғаушы 2012-2013 жылдар маусымында ұлттық хоккей лигасындағы локаут кезінде Барыс сапында ойнаған. Араға 12 жыл салып, Виктор сол кезде бір командада ойнаған Роман Старченко және Михаил Рахмановпен мұз айдынында қайта кездесті. Енді қарсылас ретінде. Романның ойнау стилі әлі де сол баяғы. Мұзда өте жақсы сырғанайды. Өзіне тән соққысы бар. Жасы үлкейгенмен өзінің жоғары деңгейін сақтап қалған. Қайтадан қауышқаныма қуаныштымын. Қазақстанда талантты жас ойыншылар көп. Оларға үлгі болатын хоккейшілер де бар. Сондықтан болашақтарымыз алда. Ойын есебін кездесудің 10-ші минутында Маркус Юхансон ашты. Екінші 20 минуттықта Линус Юхансон есеп айырмасын ұлғайта түссе, үшінші периодтың басында Фабиан Зеттерлунд қақпамызға үшінші шайбаны соқты. Жерлестеріміз үшінші кезеңде Швеция қақпасының кілтін таба білді. Әділ Бекетаевтың жасаған жойқын соққысынан кейін шайба қақпа торынан табылды. Қорғаушымыздың сағатына 162 км жылдамдықпен жасаған соққысы биылғы әлем чемпионатындағы ең жойқын соққы болып тіркелді. Тағы бір айта кетерлігі, Әділ Бекетаев былтырғы біріншілікте Қазақстан құрамасының Канада қақпасына соққан жалғыз шайбасының авторы атанған еді. Жақсы соққы жасадым. Шайба қақпа торынан табылды. Бүгін қорғаныста өте көп ойнадық. Алайда гол соғатын жақсы мүмкіндіктеріміз болды. Бір емес бірнеше шайба соғалар едік. Есеп 0-1 болып тұрғанда, шайба соқсақ ойын мүлдем басқаша өрбірмеді. Біз жас командамыз. Сондықтан бәріміз үшін ұлттық хоккей лигасы ойыншылармен ойнау мол тәжірибе. Бұл хоккейшілердің ойынын әрине бақылап жүреміз. Олар әлемдік деңгейдегі ойыншылар. Хоккей жұлдыздары және оларға қарсы ойнау бізге үлкен мәртебе. Ұлттық құрамамыз Астравада жанкүйерлердің қолдауынсыз қалған жоқ. Әр матчта кем дегенде аренаға 9 жанкүйер жиналды. Еуропада білім алатын, жұмыс істейтін отандастарымыз күнделікті күйбең тіршілік арасында ойыншыларымызға қолдау көрсету үшін арнайы уақыт тауып Астраваға ат басын бұрған. Ойыннан алған әсерімді сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Аренадағы атмосфера сондай керемет. Әсіресе кем құрамда соққан шайбамыз есімде ерекше қалды. Әрдайым ұлттық құрамамызға қолдау көрсетуге шақырамын. Ал Қазақстан мен Чехия арақашықтығы шамамен 5000 шақырым. Осы арақашықтыққа қарамастан әлем чемпионаты үшін Қазақстаннан келген жанкүйерлердің қарасы мол болды. Олардың бірі Астанадан, бірі Алматыдан, ал бірі Атыраудан Астраваға арнайы келген. Біз арнайы осы әлем чемпионатына келіп отырмыз Қазақстаннан. Жанкүйер ретінде бірінші ойынды жеңдік. Франциямен жақсы ойын болды, 3-1. Содан кейін енді қалған қарсыластармен әрине енді оңай болған жоқ. Енді оның себептері көп қой, жаңағы неге жеңіліп жатқан деген сияқты. Мүмкін мына командада кілең қазақстандықтар ойнап жатыр да. Ең қуантатын жағдай біздің қара домалақ балаларымыз ойнап жатқанда 7 жігіт қазақ баласы осы командада бар. Мен білмеймін, әлем біріншілігінде соншама қазақ балалар ойнады ма, ойнаған жоқ па. Ең бастысы осы. Енді әрине олар жастар тәжірибе жинап жатыр. Қазақстаннан Атырау облысынан келіп тұрмын. Сол бірінші рет келіп отырмын осы Чехия Острова қаласына. Өте қызық болады, өте, яғни былай лайф дейді ғой, өз көзімен қараған өте тамаша әсер береді. Хоккейде мен 10 жылдай болды, жанкүйермін осы. Өзімде хоккей ойнаймын. Хоккейшілер үшін жанкүйерлердің қолдауымен қатар жақындарының демеулері де жауапты жарыста мол рөл ойнайды. Осы себептен ұлттық құрама қорғаушысы Тамерлан Гайдамировтың анасы мүмкіндігінше әлем чемпионатынан қалмауға тырысады. Командадағы әр ойыншы менің ұлымдай, оған қоса олардың бәрі біздің еліміздің перзенттері, дейді Лаура Гайдамирова. Мүмкіндік болса әлем чемпионатын жібермеуге тырысамыз. Ұлттық құрамамызға қолдау көрсету маңызды. Олар біздің жұлдыздарымыз. Тамерланға келер болсақ, сәтсіз ойындардан кейін көбірек сөйлесуге тырысам. Себебі оларға да әр жеңіліс қиынға түседі. Уайымдайды, тіпті бізбен сөйлескісі келмейтін кездерде болады.
Топтық кезеңдегі кезекті матчын қазақстандық хоккейшілер Германия құрамасына қарсы өткізді. Ойынның алғашқы 2,5 минутында неміс хоккейшілері қақпамызға 2 шайба соқты. Ойынның 8 минутында Роман Старченко Евгений Рюмаревтің қақпартынан берген пасын нәтижеге ұластырып, есеп айырмасын қысқартты және сан басымдығын жүзеге асырды. Екінші кезеңде Германия қақпамызға тағы 3 шайба соқты. Матчтың қорытынды бөлігінде есеп 6-1 болып тұрған сәтте Артем Королевтің көк жолақ бойынан жасаған соққысы нәтижелі болып, ол ересектер арасындағы әлем чемпионатындағы алғашқы шайбасын соқты. Было вбрасывание, Олег Бойко отыграл. Шайба ойынға қосылған сәтте Олег Бойко Алихан Асетовке пас шығарды, ал ол маған қарай берді. Жасаған соққым нәтижелі шықты. Алихан қарсылас қақпасы алдында жақсы ойнады, бірақ ереже бұзған жоқ, сондықтан шайба есепке алынды. Жақсы гол. Мұндай командалармен ойнау қиындау. Барымызды салып жатырмыз. Германиядан ойсырай ұтылғаннан кейін отандастарымыз ақш командасымен кездесті. Бұл матчта да хоккейшілеріміз есеппен жеңіліс тапты. ақш Никита Бояркин қорғаған қақпаға бірінші кезеңде 4, екінші 20 минуттықта тағы 3 шайба соқты. Үшінші периодта қақпа қорғау міндеті Андрей Шутовқа жүктелген. Америкалық хоккейшілер алайда қақпамыздан тағы 3 мәрте саңылау тапты. Үшінші периодта қақпа қорғау міндеті Андрей Шутовқа жүктелген. Алайда америкалық хоккейшілер қақпамыздан тағы 3 мәрте саңылау тапты. Отандастарымыз ақш құрамасының 10 шайбасына Алихан Өмірбековтің жалғыз голымен ғана жауап бере алды. Осыдан 14 жыл бұрын элиталық дивизиондағы әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы дәл осы ақштан 10 шайба жіберіп ойсырай жеңілген еді. Бізге қиын ойын болды. Көп қателестік. Сол қателерді, сол мүмкіндіктерді қарсылас ойыншылар жақсы смогли реализовать и забили нам голы. Енді осы ойынды элите группада қалу үшін енді барымыз салуымыз керекпіз. Соған өзім кәміл сенемін. Большие надежды, очень верим, ждем победы. For me is Kazakhstan better than Poland. For me is scored 5-2 to the Poland. Because Kazakhstan is better than Poland. Командамызға қатты сенеміз, біз біргеміз, Қазақстан алға. Қазақстан құрамасы үшін биылғы әлем чемпионатындағы Польшаға қарсы өткізетін соңғы ойынның маңызы зор еді. Өйткені командамыздың элиталық дивизиондағы тағдыры шешіледі. Не орнымызды сақтап қаламыз, не бірінші дивизионға төмен сырғаймыз. Хоккейшілерімізге мұз айдынында тек польшалық ойыншылар емес, олардың жанкүйері де қарсы тұрды. Біздің құрамамызға Польша командасы жақсы таныс десе де болады. 2020 жылы Астанада өткен Олимпиада ойындарына іріктеуде финалдық кезеңге жолдама беретін шешуші ойында дәл осы Польшадан 2-3 есебімен жеңіліс тапқанбыз. Алайда 3 жыл бұрынғы құраммен салыстырар болсақ, командамыз толықтай дерлік жаңарды. Ол кезде бас бапкер Андрей Скабелка болса, команданың біраз бөлігі Қазақстан азаматтығын алған ойыншылардан жасақталған еді. Ал маңызды матч есебін сан басымдығы кезінде польшалық хоккейшілер ашты. Алайда дәл осы бірінші кезеңде Никита Михайлович жеке шеберлігімен көзге түсіп, таразы басын теңестірді. Кем құрамдағы ойында қарсылас шайба соқты. Осыдан кейін ойынды сезіне бастадық. Шайба ойынға қосылған сәттен соң жылдамдығымды арттырдым. Солай шайба соқтым. Қарапайым ойын, тек физикалық формамыз бен концентрациямыз жоғары деңгейде болды. Ойынның екінші бөлігінде есеп өзгеріссіз қалды, ал үшінші кезеңнің бел ортасында Валерий Орехов Джон Мюррей қорғаған қақпаның алыс тоғыздығын дәл көздеп командамызды алға шығарды. Әрі бұл командамыз үшін жеңіс шайбасы болды. Арада 4,5 минут өткенде осы матчта Қазақстан ұлттық құрамасы сапындағы 100-ші ойынын өткізген Роман Старченко қақпашымен бетпе-бет шығып таблодағы қорытынды есепті орнатты. 3-1 жеңіс, Қазақстан құрамасы элиталық дивизиондағы орнын сақтап қалды. Бар күшімізді салдық, тырыстық. Кей ойындарда ойлағанымыздың бәрі жүзеге асқан жоқ. Бірақ әр ойында бар күш-жігерімізді салдық. Тек сәттілік жетіспеді. Осы матчтар арқылы қажетті физикалық формамызға келдік. Және бүгін бәрі біздің пайдамызға шешілді. Францияны жеңбегенімізге көп болған еді. Жеңдік, турнирді сәтті бастадық. Алайда осыдан кейін жігіттер бәрі оңай деп ойлаған сияқты. Биыл ойын кестесі де біз үшін ыңғайсыздау болды. Ұпай ала алатын қарсыластарымызбен екінші күн ойнадық. Сонда да жігіттер барын салып ойнады және элитадағы орнымызды сақтап қалды. Биылғы әлем чемпионатындағы соңғы ойыннан кейін Қазақстан құрамасының мүшелері Астравада қолдау көрсеткен жанкүйерлермен кездесіп, суретке түсті. Оларға ыстық ықыластары мен көрсеткен қолдаулары үшін өз алғыстарын білдірді.
Осымен Қазақстан құрамасы үшін 2024 жылғы әлем чемпионаты аяқталды. Отандастарымыз Чехияда 2 жеңіске қол жеткізіп, 2 рет әнұранымыз шырқалды. Енді келер 2025 жылы хоккейден Қазақстан ұлттық құрамасы тарихта алғаш рет қатарынан 5 жыл элиталық дивизиондағы әлем чемпионатында бақ сынайды. Алға Қазақстан! 2024 жылғы әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы өз тобында 6-шы орынмен аяқтап, өткен жылғы нәтижесін қайталады. Енді ұлттық құрамамызды биыл тағы бір маңызды турнир күтіп тұр. Ол 2026 жылғы қысқы олимпиада ойындарына іріктеу турнирі. Қарсыластарымыз Словакия, Австрия мен Венгрия құрамалары. Братиславада өтетін жарыс 29 тамыз бен 1 қыркүйек аралығында өтеді.